Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен чебуреки дайындайтын боламыз. Ол үшін біз оның үстіне тұзымызды, қантымызды салып, араластырып аламыз. Содан кейін барып су құямыз, және менде оливковое масло, сіздер сұйық май құйсаңыздар да бола береді. Қамырымыз алғашында қаттылау болып иленеді, бірақ майдың әсерінен қамыры жұмсаратын болады. Жақсылап барлық ұнтақтармен бірге біріктіріп қамырымызды илейміз. Көріп отырғандарыңыздай. Басын біріктіріп, одан кейін барып жылы жерде бетін жауып немесе целлофан пакетке салып қойсақ болады. Қамырымыздың барлық жағынан басы бірігіп, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Содан кейін ғана демалуға қоямыз. Содан кейін біз начинкамызды дайындаймыз. Начинкада біздің самсаның еті сияқты бірге пияз бен ет қосып, жақсылап қуырып аламыз. Суын шығарып, қуырып аламыз. Бізге артық судың қажеті жоқ, сол себептен су шыққанша етімізді бір қуырып, содан кейін суынан бөлек сүзіп алатын боламыз. Видеода көріп отырғандарыңыздай, суы бөлек, еті бөлек қуырылған етті алып суытамыз. Суыған еттің үстіне жусай турап саламыз. Содан кейін барып, жақсылап араластырып, дәмін, тұзын, татымын көреміз, бұрышын саламыз. Етке арналған специя салсаңыз болады, қалауыңыз бойынша татымына қарай қосасыз. Енді біздің қамырымыз дайын болды. Қолмен ақырын ғана үлкейтіп аламыз да, одан кейін оқтаумен жаюға көшеміз. Қамырымыздың қалыңдығы дайын болам дегенше жақсылап жаюымыз керек. Қатты жұқа, қатты қалың етпей, орташа деңгейдегі қамыр жайылғаны дұрыс. Көріп отырғандарыңыздай, кесенің сорпа ішетін кесемен тураймын біздің көлемде. Сіз өзіңіздің қалауыңыз бойынша қандай көлемде жасағыңыз келеді, сол бойынша жасағаныңыз дұрыс. Барлығын біркелкі болу үшін, әдемі формада болу үшін біз осындай кесені пайдаланамыз. Сіз заказға қабылдайтын болсаңыз, міндетті түрде осылай жасағандарыңыз дұрыс болады деп ойлаймын. Енді ортасына піскен етімізді саламыз. Етіміз піскендіктен етті көп сала беруге болады. Егер етіміз піспеген болса, еттің пісу мүмкіндігі аз, себебі қамыр жылдам пісіп кетеді, жұқа әрі жұмсақ болғандықтан етіңіздің піспей қалу мүмкіндігі жоғары. Сол себептен міндетті түрде осылай етті салып, қуырып алғандарыңыз дұрыс, салатын етті. Ал сырты ашылып кетпес үшін вилканың көмегімен страховка жасауға болады. Ал егер қолыңызбен қатты басып жасаған болсаңыз, онда ашылмайды. Енді қызып тұрған майымызға, кең көлемдегі бауырсақ пісіретін майға осылай салып бірден пісіріп аламыз. Қызарғанша пісіріп, сүзіп ала беруге болады, себебі ішіндегі етіміз уже дайын. Қамыр піскен уақытта дайын болды деген сөз. Барлық чебуректерді осылай пісіріп рет-ретімен аламыз. Астына салфетка төселінген тарелканың үстіне қойып, майын сырғытып, упаковать етіп клиентке тапсырсаңыз болады, немесе ыстық күйінде отбасыңызды қуантсаңыз болады. Ал ас болсын, видеолар сіздерге аманат, барлықтарыңыздың еңбектеріңіз берекелі болсын.